Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, осыдан бұрын барлық жақтан ақша келу символын салған болатынмын. Егер көрмеген болсаңыздар, каналыма өтіп, сол видеоны қарап алсаңдар болады. Каналыма жаңа келген подписчиктер болса, каналыма подписка жасап, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге шексіз бақыт деген символы менен таныстыратын боламын. Бұны бірге салатын боламыз. Бұл символды шексіз бақыт деген, яғни безграничное счастье дейді ғой. Шексіз бақыт деген символын міндетті түрде растущая лунада жасау керек, яғни өсіп келе жатырған айда. Өсіп келе жатырған ай біздерге 21-нен кейін растущая луна болады. Сол кезде 21 январдан кейін жасасаңыз болады, достар. Ай фазасын қарап, егер білмеген болсаңыз, ай фазасы деген видео салған болатынын, содан қарап алсаңдар болады. Одан кейін бұл шексіз бақыт деген символдың эффекті, бұл деген шынайы достар шақырады, күйеуіңіздің вниманиясын аудартатын болады сізге, қарым-қатынасыңызды жақсартады, күйеуіңіздің көңілі ауады сізге, және араларың суып кеткен болса, қайттан бұрынғыша жақсарады. Одан кейін барлық дос жараңдар сізге шын ниетіменен көмектесетін болады. Шексіз бақыт деген сондықтан солай аталған. Бұл символды салып болғаннан кейін бұны өзіңіздің киімдеріңіздің арасына 40 күнге тығып қоятын боласыз. Шкафта тұрған, пока келмей тұрған киімдеріңіздің арасына 40 күнге осы символды тығып қоясыз. 40 күн өтіп, 41-ші күн дегенде оған свеча жағып, барлығын көрсететін боламыз. Свеча жағып, активировать ететін боламыз. Ол үшін бізге қазір ақ бет керек. Ақ бет А4 қағаз керек. Менде А4 жоқ, тек үлгі үшін мен блокнотыма салатын боламын. Және де қазір достар, ол үшін бізге осындай ақ бет керек дедім. Содан кейін қара фломастер, қара маркер, немесе қара ручка, қара карандаш, қарамайды. Осылардың бар, егер осылардың біреу болса, сіздер осы ручкаменен, қара ручкаменен символды салсаңыз болады. Қазір барлығын өзім көрсететін боламын. Мен әдетте үлкен форматта саламын, ал сіздер болса кішкентай форматта саласыз. Ал достар, қазір барлығын көрсетемін. Бірінші осындай қылып дөңгелек сызып аласыз. Дөңгелек сызып алғаннан кейін жоғарыдан бастап мынандай сызық, төменге осындай сызық жібереміз. Төменге мына сызық пен мына сызық негізі бірдей болу керек. Мына екі сызық бірдей болу керек. Қазір достар, барлығын көрсетемін. Сызып болғаннан кейін мына екеуі бірдей болу керек. Одан кейін чаша захватаны былай істейміз. Мына да чаша захватаны былай жасаймыз. Одан кейін против часовой стрелки дейміз ғой. Сағат тіліне қарсы, против часовой стрелки осындай домалақ сызатын боламыз. Одан кейін қақ ортадан осындай сызықша кетеді, осындай чаша захватаны былай істейміз. Чаша захватаны былай істейміз. Одан кейін, достар, шатасып кетпеу үшін мен асықпай жасап жатырмын. Сіздер де асықпауларыңыз керек. Қақ ортадан осындай сызықша кетіп, чаша захватаны былай қоямыз. Одан кейін былай кеткен сызықты
прямо былай сызамыз да, былай сызып келеміз. Одан кейін осындай стрелканы былай қоямыз. Стрелканы былай қоямыз да, одан кейін сағат тілімен осындай домалақшаны сызамыз. Сағат тілімен осындай домалақ сызамыз. Көрдіңіз ғой достар, осымен біздің узорымыз дайын. Міне сіздерге көрсетейін. Осымен біздің узорымыз дайын. Қазір барлығын түсіндіретін боламын. Қазір достар, символымыз дайын. Осыны салып болғаннан кейін мен сіздерге айттым ғой, кішкентай форматта саласыз. Міне, мана айттым ғой сізге, кішкентай форматта саласыз. Салып болғаннан кейін мына символды немесе узорды киімдеріміздің арасына салып қоямыз 40 күнге. Киілмей тұрған шкафтағы киімдеріңіздің арасына салып қоясыз. Сіздің энергиямен бұл взаимодействовать ету керек. 41-ші күн дегенде, 41-ші күні сатасып кетпеңіз. Жазып қоюыңыз керек, қай кезде жасағаныңыз. 41-ші күні мына символды осылай шығарып аласыз, столдың үстіне қойып, мына символдың домалақшаның үстіне баклажканың крышкасы болады, немесе подсвечникті қойып, осы домалақтың үстіне подсвечникті қойып, мысалға мынау подсвечник деп, осы жерде подсвечник болса, ал мына жерге свечаны, любой свеча. Мен сіздерге церковный немесе восковая свеча керек деп отқан жоқпын. Тортқа арналған свеча болса да болады. Қақ ортасына қойып, свечаны спичкамен жағуымыз керек. Свечаны жаққаннан кейін ештеме оқымаймыз. Тек қана осы свеча жанып болғанын қадағалауыңыз керек. Жанып кетіп, мына символды жақ жібермеу керек. Жанып болды деп есептейік. Свеча жанып болғаннан кейін мына жерде крышкада азғантай қалдық қалады. Сол қалдығын алып, қайттан осы жерге жабыстырып тастайсыз. Осы узорды осылай тұрсыменен, мына свечаның қалдығымен барып, бір табиғат таба алмасаңыз, шөптердің арасына, үйден әргерек табиғаттың арасына, табиғатқа барып, немесе шөптің арасына барып, осылай символды жоғары қаратып, аспанға қаратып, бетіне песок құйып кетесіз. Болды достар, әдетте бұл символдың әсері жеті күнде байқала бастайды. Жеті күнде, яғни бұл эффект бере бастайды деген сөз ғой. Болды достар, ешқандай қиындық жоқ, жасап көріңіздер. Міндетті түрде әркім өзіне жасау керек, біреуге жасауға болмайды. Сәттілік достар, барлығын түсіндірдім деп ойлаймын. Мені бағалап, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер.